Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін таңғы асқа осындай өте дәмді әрі сәнді көрінетін жұмыртқадан рулет дайындайтын боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін көрейік. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады. 3 дәне жұмыртқаны осылай ақ уысын және сары уысын бөліп алатын боламыз. Оның үстіне осылай жуып тазаланған салат жапырақтар қажет болады. Осылай видеодағыдай етіп ұсақтап турап алатын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Енді осылай ұсақтап туралған жапырағымызды жұмыртқаның ағызуына шым-шым тұз және жапырағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Видеодағыдай етіп. Жұмыртқаны адам санына қарай өзіңіз көбейтіп отырсаңыз болады. Енді жұмыртқаның сары уызына аздап тұз және сүт құйып араластырып алатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға жұмыртқамыздың жапырақ салған ақ уысын осылай салып, лопатканың көмегіменен тегістеп шығатын боламыз. Баяу отта болу керек. Қатты жоғары болса, жұмыртқамыз күйіп кетуі мүмкін. Екінші бетін аударып, көп қоймаймыз, бірден осылай видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Өте тез дайын болады. Осылай орап алғаннан кейін табамыздан шығарудан қажеті жоқ. Бір шетіне қойып, жұмыртқамыздың сары уызын құйып, бір тегіс етіп жайып аламыз бұны да. Беті аздап кепкеннен кейін, дәл видеодағыдай рулет тәрізді етіп, қайтадан орап шығатын боламыз. Рулетіміз осыменен дайын. Енді кесіп, тарелкамызға орналастырып, бетінен томат пастасын немесе кетчуп, өзіңізге ұнаған кез келген тұздықтарын сеуіп, немесе дәл солай да жіберсеңіз болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Олай болса, баршаңызға сәттілік.